Апаттық жағдайлардың алдын алу, су бұру желілерінің тұрақты жұмысы үшін су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бейіндік бөлімінің қызметкерлері жоспарлы алдын алу жұмыстары мен тексерулерді арнайы кесте бойынша жүргізеді және оған барлық кәріз желілері қамтылады. Профилактикалық жұмыстар барысында қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғаудың барлық қажетті талаптары сақталады. Арна тазалау машинасы және телеинспекция сияқты арнайы жабдықтар мен техника қолданылады. Кәріз желілеріне қызмет көрсету бөлімінің қызметкерлері қала тұрғындарының өкінішке орай су бұру жүйелерін пайдалану ережелерін әрдайым сақтай бермейтіндіктерін үнемі айтумен келеді. Бұның проблемасы енді общий көпшіліктің жағы тастайтын тряпкісі, сосын кейін ішінен өсіп кеткен тамырлары. Ең бірінші біз жұмысты бастаған кезде құдықты бетін ашып қоямыз, 3-4 құдықтың 3 тобы газы шықсын деп. Одан кейін бір бала жағы гидрокостюмді киіп алады. Армия жөнінен айтатын болсақ, ОЗК дейді, общевойсковой защитный комплект, соны үстіне киіп алады дағы. Сосын құдыққа түсіп, құдықтың ең бірінші әрбір құдықтың ішін тазалап шығамыз. Бірінші, одан кейін пышағын тартамыз, пышақ деген бар. Оны тартамыз, соны трубаның ішін тазалап тартып ап шығады. Одан кейін еуш тартамыз. Әрқайсысында шыққан мусорын басқасын трубаның іші тап-таза болу үшін сөйтеміз. Ең соңғы жұмысы оны жуамыз. Құдықтың ішінің полный бірінші тазалап шығамыз. Одан кейін жағын тартамыз. Сосын келіп, телеинспекциялар келіп тексеретін болса, өздері көреді. Даже мынандай бір спичкінің өзі көрінеді. Егер со трубаның іші жөн таза болмай, былғаныш болып атса. Сөйтіп тазалап өтеміз. Кәріз желілеріндегі апаттар мен бітеулердің алдын алу үшін Ровион жылжымалы модульдік телеинспекциялық жүйесі сатып алынды. Телеинспекцияның көмегімен құбырларды тексеру жүргізіледі, әртүрлі ақаулар анықталады. Май басып қалу, қарсы еңкіс, сызаттар тағы басқа. Жылжымалы кешен диаметрі 100-ден 2000 мм-ге дейінгі кәріз құбырларының жағдайын бейне диагностикалау үшін қолданылады. Шағын диаметрлі магистралды тексеру үшін анық ажырата алатын бейне камералармен жабдықталған доңғалақты роботтар іске қосылады. Сурет дронды басқаратын операторға мониторға түседі. Үлкен диаметрлі коллекторларды зерттеу кезінде кішігірім басқарылатын қайық қолданылады. Сонымен қатар кейбір тұрғындардың салғырттығы салдарынан су бұру желілерінің бітелуі мәселесі ашық күйінде қалып отыр. Менің мынау тұрғындардан өтініп сұрайтын нәрсем, ол жағы памперс тастайды, соларды тастамаңыздар, ішіне бытовый отходтар тастамаңыздар. Себебі ол жаңағыдай засарис етіп қалғаннан кейін, о нәрсе өздеріне проблема болады. Астарына, нелеріңіздің домдарыңа, астарына, подвалына су кетеді, сасиды ол. Ол адамға не деген зиян, оның ішінде әртүрлі бактериялар бар. Соларды өтініп тұрғындар сіздерден сұраймыз. Домға, жағы, туалетке кез келген затты ағызбаңыздар, өздеріңізге керек тазалық деген. Су бұру желілерінде проблемалар туындаған жағдайда 8708 110 2121 WhatsApp нөмірі бойынша су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орталық диспетчерлік қызметіне хабарласуларыңызды сұраймыз. Сіз сондай-ақ кәсіпорынның әлеуметтік желідегі аккаунттарына жаза аласыз.